Құрметті жас ғалымдар, сіздерді зертхана алаңында көргеніме қуаныштымын. Сәлеметсіздер! Жарайсыңдар ғалымдар. Топ! Жас ғалым! Біздің ұранымыз Жас ғалым алға! шығамыз шыңға! Жарайсыздар, өте керемет. Ал ендеше балалар, біз бүгінгі біздің жобамыздың тақырыбы топырақты зерттеу және экологиялық жағдайы. Мақсат тәжірибе жасау арқылы топырақ қасиетін анықтау, топырақтың экологиялық ұғымы туралы түсінік беру, өлі және тірі табиғат түсініктерін қалыптастыру. Жобамызда ал бастаймыз балалар. Баста топырақ берген, ол топырақ көзге жұмсақ, ұнтақ болып көрінгенімен, негізінде олға тышпен көрген кезде майда шиішік қатты тастардан тұрады. Экологиялық жағдайы тозаңдалды. Яғни шөндік қалдық қоқыстардан нәр алады. Мысалы, талдан түскен жапырақ жануарлардың өндері және шұбалшамдар ретінде. Мынандай шұбалшам бар екен, жарайсыз. Өте керемет, өте жақсы. Топырақты күрекпен алақанға салғанда, деп айтсаңызшы, алақанмен салғанда қатты қысқан кезде көлемі кішірейді. Өйткені ода ауа бар. Ауа бар, жарайсыз, өте керемет, өте жақсы. Ал сізде ойыңыз? Мен бұл топыраққа су құямын. Міне су құйып болдым. Қараңыздар. Су бетінен шыққан көпіршік бұл ауа болады. Яғни не болады екен? Не пайда болады? минералды газ болып саналады. Ал су астында қалған топырақ сазға айналады. Ауа бар ма? Бар. Ауа бар, иә? Өсімдіктің өсіп-өнуіне ыңғайлы, иә? Жарайсыз, өте керемет, өте жақсы. Ал ендеше бір өсімдікті гүл түбегіне отырғызып, әдісін көрсетейік. Мына гүл түбегіне мен гүл отырғызам. Ал мен біріншімен топырақ салдырам. Ана қойып сізге. Көмектесіп. Енді гүл отырғызам. Ал мен бірінші орын белгілеп алам. Болды, иә. Оны белгілеп алдым, енді гүлді отырғызам. Гүл өсімдігінің бөліктерін атамасы? Гүл өсімдігі тамыры, сабағы, жапырағы, гүлі. Жарайсыз. Ал отырғызамыз. Жапырақ неден құралады, әжеде? Күлі арқырын тұрақты ұрандырамын. Дұрыс, оғандандырып аламыз, е? Ұрандандырып болдым. Мен гүлдің өсіп шығуына үлесін қосады. Жарайсыз. Осы тәжірибеде не болады? Осы тәжірибе жанды табиғаттың баянысы болып табылады. Осы өсіп шыққан гүлден оттегін бөлінеді, яғни ол ауа адамдардың денсаулығына пайдалы. Өсімдік қайда өседі? Үйде. Қайда өседі болады екен? Үйде, далада, бақшада. Жарайсыз, бақшада өседі. Не үшін өседі? Қайда не үшін өседі екен балалар? Әдемілік, сұлулық беру. Сұлулық, әдемілік беру үшін, иә? Балалар, міне біздің жобамыз аяқталып келеді. Біздің бүгінгі қолданған жобамызда қолданған көмектерімізді айтып өтсеңіздер. Ол қайтқыш, өршімді, көрексіз, суғылғыш, топырақ. Және мына өсімдігі
табиғат өсімдігі тұр екен. Жарайсыздар балалар, өте келе. Бүгінгі біздің осы зерттеу жобасынан түсінгендеріңіз болса айтып өтсеңіздер, кері байланысқа шығамыз. Қане, кім не түсінді бүгінгі жобаларымыздан, зерттеу жұмыстарында? Мен түсінгенім, топырақ майда шешік қатты тастардан тұрады. Мен топырақтың қасиеті мен ерекшелігін анықтай алдым. Toprakқа su құйғанда көпіршік пайда болды. Ол ауа екен түсіндім. Жарайсың жаным. Менің түсінгенім жанды табиғаттың, жансыз табиғаттың үйесінің маңыздылығын оттегін бөлінгенін түсіндім. Мен жапырақты қояқты күннен алатын түсіндім. Жарайсың жаным. Табиғаттың бұна айтуға тілі жоқ. Болса біз барлығымыз біргелікте қоштасып алайық. Қоштасыңыздар. Көшке!